Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Байланыс әдеттегідей Шалдарахлек Асылбекұлы. Бұл Репликон медициналық каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аяқтың еркін қозғалатын сүйектердің байланыстарының ішінде тізе буынына тоқталатын боламыз. Латынша тізе буыны артикуляция генус деп аталады. Жалпы алдыңғы сабақта біз артикуляция коксиға тоқталдық, ұршық буыны, жалпы ұршық буыны плюс жамбас белдеу сүйектері енді біршама күрделі, бірақтан да жаттап алуға түсінуге оңай болды. Байламдары, оның ішінде қозғалыстар бәрі оңай көрсетілген. Енді тізе буыны бұл енді біршама жаттау керек, білу керек заттары көп, және ең менің ойымша қосымша аппараты көп буындардың бірі осы тізе буыны орналасқан. Ендеше кеттік талдайық. Тізе буыны көріп отырғанымыздай үш негізгі сүйектің қосындысынан тұрады. Яғни жоғарыда көріп тұрған бұл ортан жілік, төмен жақта орналасқан асықты жілік, және ортан жілік пен асық жіліктің арасында алдыңғы бетін орналасқан ол не тізе топығы немесе тізе қақпағы сүйегі. И соответственно осы үш сүйектің буындық беттерінен осы тізе буыны құралады екен. Мына жердегі кіші жіліншік немесе оны шыбық сүйек деп атайды, ол қатыспайды бұл тізе буынының құралуына. Енді көптеген әдебиеттерде тізе буынын күрделі буындарға жатқызады, өйткені айтылған ол үш сүйектен құралады деп. Бірақтан да кейбір әдебиеттерде бұл буынды жай буынға жатқызады, өйткені пателла, яғни тізе тобығы, ол сесама тәрізді сүйек. То есть жаңағыдай үлкен сухожилие дейді, то есть сіңір мен байламдардың арасында жатқан сесама тәрізді сүйек деп оны как бы қарастырмайды. То есть буындық бет ретінде. Енді оны әркім өздеріңіз шешесіздер. Мен бұны енді өзім пайдаланып жүрген әдебиеттер бойынша мен бұны жай буынға жатқызамын. Бірақ күрделі десеңіздер де ол қате болмайды. Тізе буыны латынша артикуляция генус, ол ортан жілік, асықты жілік және тізе тобығы арасында құралады екен. Сүйектердің буындық беттері ортан жілік бойынша ол фасциас артикулярис кондили феморис. То есть сол жаңа айтқан ортан жіліктің дистальды бөлігіндегі арнайы буындық беті, сол жер бірінші оны құрайтын. Екінші ол фасциас артикулярис супериор тибия, то есть асықты жіліктің жоғары бетінде орналасқан буындық беті. Және де фасциас артикулярис пателла, яғни пателланың артқы жағында орналасқан буындық беті. Осы үш буындық бет өзара бірге отырып буын капсуласы құралады екен. Буын капсуласы ортан жіліктің буындық бетінен 1 см жоғары, ал шетінен айдашық үсттердің жиегінде биіктейді екен. Асықты жілік пен тізе тобының арасында буын беттерінің жиегінде, сол біз білетін кәдімгі жиектерінде бекінеді екен. Енді классификациясы бойынша бұл жай буын, өйткені жаңа айтқанымдай ортан жілік пен асты жіліктің арасына буындық бет, тізе тобығын бұл жерде как сесама тәрізді сүйек болғаннан кейін оны қабылдамайды. Бірақтан да біз үш түрлі сол сесама тәрізді сүйек тізе қақпағын айтатын болсақ, немесе тізе тобығын, онда біз бұны күрделіге де жатқызсақ болады. Енді жаңа айтқандай әркім өзі шешеді. Құрама емес, өйткені ол жерде мысалы басқа буындармен ол бірге қозғалыс жасалмайды екен. Енді оң жақ сол жақ екі түрлі буын болады, тізе буыны, бірақ ол екеуі екі түрлі функционалды түрде қызмет жасай береді екен, то есть бір-біріне тәуелді емес. Ол кешенді, не үшін? Өйткені дәл осы тізе буында менингстер кездеседі. Өзі жалғыз менингс кездесетін буын осы тізе буында, латеральды және медиальды жартай тәрізді менингстер. Келесі оның пішіні айдашық тәрізді, айдашық. Енді соған сәйкес ол екі осьті. Екі осьті деген сөз екі түрлі білікте қозғалыс жасайды. Фронтальды білік бойынша тізені бөгет және жазады, ал вертикальды білік бойынша тізені ішке бұрады және сыртқа бұру қызметтерін жүзеге асырады. Оны қазір атластан көрсетейін. Жалпы тізе буыны, жоқ, бұл жамбас еді ғой. Так, мінекей, тізе буынын көрсететін болсам, коленный сустав, қараңыздар, екі түрлі қызмет жасалынады. Бірінші бүгу жазу, бүгу атыр, бүгу. Ал мынау жазу. Соответственно, бүгу жазу қызметі осылай жасалады екен. Келесі ол не? Ішке бұру, сыртқа бұру. То есть пронация, супинация. Мынау пронация алып жатыр екен. Мынау супинация, ал мынау пронация, то есть ішке сыртқа қарата бұрып жатыр екен. Енді жалпы қозғалыс түрлерін түсіндік. Келесі фиксациялаушы аппарат, то есть негізгі байламдар. Енді байламдар бұл жерде өте көп. Қараңыздар, бірінші асықты жіліктің және шыбық сүйектің немесе кіші жіліншік сүйектің коллатеральды байламдары. Лигаменті коллатеральды тибия, лигаменті коллатеральды фибуля, немесе фибуляр. Енді кеттік міне. Қазір көрсетейін. Мынау егерде тізе буыны болатын болса, тізе буынның оң жағында. Оң жақ болғанда қалай? Если көбінесе бүкіл атластарда тек қана оң жақ конечность дейді, оң жақ сүйектер ғана алады, оң жақ бөліктің. Соответственно, оң жақ сүйек деп алатын болсақ, именно латеральды жағы, то есть фибуля орналасқан жағынан бізде коллатеральды
осы кіші жіліншіктің немесе шыбық сүйектің колатеральды байламы орналасады екен. Вот бұл бірінші байлам. Екінші, медиаль жақта мынау ортан жілік пен асық сүйектің арасында не? Осы жерде лигамента колатерали тибия генус. То есть уже жаңа айтқан асықты жіліктің колатеральды байлам орналасады екен, немесе медиальды латеральды колатеральды байландырады. Екі шетінде орналасады. Көріп тұрмыз ғой? Көкпен берілген. Келесі, ол тізе тобығының байламы лигамента пателла. То есть алдыңғы жағында міне тізе тобығының, то есть тізе тобығының алдыңғы беті бар, то есть сыртқы беті, ішкі емес сыртқы бетінен мынау тибияның арнайы бұдырмағы бар, иә. Вот сол бұдырмақтың арасында осындай не? Лигамента пателла орналасады екен. Және де мына жерде тағы да қосымша екі түрлі, бұны кейбір кітаптарда буын дейді, немесе көптеген кітаптарда бұны буын деп байлам дейді, немесе мынау Әубәкіровтың кітаптарында Қызыл атластар оны жалпақ сіңірші деп атайды. То есть мына тізе тобының байламы лигамента пателла мынау болатын болса, оның екі шетінде сіңіршелері болады екен. Яғни тізе тобығының медиальды жалпақ сіңіршесі, тізе тобығының латеральды жалпақ сіңіршесі, то есть сіңірше. Немесе оны Досаевтың кітабында сүйемелдеуші байлам деп атайды. Енді латынша ретинакулум пателла медиали, ретинакулум пателла латерали. Бұл жерде жалпақ сіңірші деген вроде сол дұрысырақ болады. Енді кеттік мына ретинакулум пателла медиали, ретинакулум пателла латерали. Осында екі түрлі байлам орналасады екен. Түсінікті ғой? Келесі байламдар тобы ол не? Тақымдық қиғаш байлам және тақымдық доға тәрізді байламдар. Лигамента поплитеум обликум, лигамента поплитеум аркуатум. Енді бұл уже тізе тобының арқы жағында, тізе бұның арқы жағында орналасады. Мынау тұрған не? Бұл қиғаш, то есть касая дейді, обликум, лигамента поплитеум обликум, мынау доға тәрізді. Екі түрлі байламнан тұрады. Лигамента поплитеум аркуатум. Вот. Көріп тұрғанымыздай, олар буын капсуласы, мынау жалпы буын капсуласы болатын болса, сол буын капсуласының сыртына бекінеді екен. Көріп тұрғанымыздай, бұл байламдардың бәрі жаңа мен айтқан бұл буын капсуласының сыртына байламдар. Көріп тұрғанымыздай, буын капсуласынан басталып, мынау тибияның проксимальды эпифизіне барып бекінеді екен. Ал мына жерде не? Жаңағы доға тәрізді, ол фибуляның проксимальды эпифизінен басталып, ол барып бекиді қай жерге? Дәл сол буын капсуласына жанасып кетеді екен. Бұл негізінен бізде фиксациялаушы аппарат. Мына жерде көріп отырғаныңыз, енді қараңыздар, мынау атластарда негізінен нақты әдемі көрсетіп қояды там. Жалпы әртүрлі цветпен, енді если кітаппен қарайтын болсақ, мынаны шатастырмау керек. Мынау тұрған көрдік қой, буын капсуласымен бітісіп кеткен сияқты көрінеді. Мынау көріп тұрғанымыз лигамента поплитеум обликум, то есть не? Жаңағы қиғаш тәрізді байлам. Ал мынау бүйтіп қалған, бұл доға тәрізді байлам саналады екен. Вот мынау доға тәрізді байлам, лигамента поплитеум аркуатум, ал мынау қиғаш байлам. Осыны шатастырмаймыз. Келесі кеттік, ол уже келесі айтатын нәрсе, ол қосымша аппарат. Міне жаңа айтқанда ең көп қосымша аппарат кездесетін буын осы тізе буыны екен. Бірінші, әрине ол, мына жерде мен 4 топқа бөліп қойдым. Буын, даже 4 емес, мына жерде қате кеткен, 5 топ бар екен. Буынішілік шеміршектер, то есть шеміршектер қалған, ол менистер, латеральды және де медиальды менис. Менискус латералис, менискус медиалис. Енді біз мынау буын капсуласын ашатын болсақ, мінекей, көріп тұрмыз ғой. Яғни фибуля бар, то есть мынау шыбық сүйек орналасқан жер всегда латеральды болады. Мынау латеральды мениск, ал мынау не? Медиальды мениск. Төбесінен қарайтын болсақ, жартай тәрізді. Көріп тұрмыз ғой? Мынау өзінің мынау тұрған буындық беті, ал мынау шетінде с тәрізді отырған, с әріп тәрізді, немесе жартай тәрізді. Бұл менистер екен. Келесі, буынның ішкі байламдар. Мысалы, жаңа айтқан мыналар, олар буынның сыртына байламдар болатын болса, қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, иә? Ал мына жерде тұрған 5-еуі бұл буын ішілік байламдар. Бірінші, алдыңғы крест тәрізді байлам, артқы крест тәрізді байлам. Лигамента крукиатум антериор және де постериор. Вот. Мынаны көріп тұрғанымыздай, мынау лигамента крукиатум постериор, иә? Не көріп тұрмыз? То есть ол ортан жіліктің мынау екі айдаршық арасынан басталып, қайда барып кеткен? Асты жіліктің мынау артқа ария бар ғой, жаңағы так, ария деген сөз, как бы аудан, жоқ аудан емес, как площадь, поверхность деген секілді. Яғни ария постериор, ария антериор деген екі аймақ бар еді ғой. Нақты латыншасын көре салайық, что-то сәл есіне шығып тұр. Ария интеркандилярис постериор және ария интеркандилярис антериор. Мына жерде, поле екен, поле. То есть поле деген сөз қазақша қандай?
аудан ба аймақ па вроде сондай солай аударады екен. Яғни мынау артқы тәріздісі сол артқы полядан, ал мынаусы алдыңғы полядан істейді бекінеді екен. Бірақ екеуі де басталады қай жерден? Мынау тұрған ортан жіліктің дистальды эпифизінен. Түсінікті ғой? Осындай екі түрлі байлам бар. Келесі байлам тобы ол не? Тізгеннің көлденең байламы лигамента трансверсум генус. Ол алдыңғы жақта орналасады. Екі менисті бір-бірімен байланыстырып тұратын ол көлденең байлам лигамента трансверсум генус. Енді қараңыздар, мыналарды алып тастайық, өйткені біз қазір қарастыратын қалған екі байлам олар мына жерде сәл көрінбей орналасады. Мынау тұра берсін. Яғни артқы крест тәрізді байламның сыртқы және ішкі жағында қараңыздар, тағы қосымша екі байлам орналасады. Яғни оны сан менис байлам деп атайды. Яғни алдыңғы менис сан байламы лигамента мениска феморали антериор және артқы менис сан байламы лигамента мениска феморали постериор. То есть менис пен ортан жіліктің арасында орналастыру. Именно көрдік қой, жаңаға лигамента крукиатум постериордың сыртқы жағында оның именно артқы менис сан байланысы орналасады екен, алдыңғы жағында алдыңғы менис сан байламы орналасады екен. Түсінікті ғой? Осындай негізгі байламдар кездеседі. Бұл буын ішілік, то есть буын капсуласының ішіндегі байламдар. Енді үшінші қосымша аппарат ретінде біз сесаматар сүйек, яғни тізе тобын айтсақ болады, пателла. Мына жерде алып тастапты. Пателла. Енді пателла негізінен айтады, жалпы сесаматар сүйектер ол тұрақсыз және де тұрақты болуы мүмкін деп. Мысалы, мынау кейбір, например, мынау аяқ пен қолдағы кішкентай бізде сесаматар сүйектер бірінші саусақтар кеседі. Олар кейбір адамдарда болады, кейбір адамдарда болмайды екен. Ал мынау пателла бұл тұрақты. Өйткені егер де мынау пателла болмаған жағдайда біз бүгу жазу қызметін жүзеге асыра алмайтын еді. Потому что пателла не істейді, осы пателланың бойында бұлшықеттер осылай сырғып қозғалады екен. Түсінікті? Төртінші ол синовиальді қалта бар, сөмкелер. Енді қараңыздар, бурса ғой, енді сөмкелер немесе қалта деп атайды, негізі өте көп. Дәл осы тізе буынында өте көп жаңағыдай сөмкелер бар. Бірақ та мына нәрсені білу керек. Оның ішіндегі тек қана осы буын артрология ғана қатысты тек қана 4 қалта бар. Ол тобық үстілік қалта, тобық астылық терең қалта, тобық алды терастық қалта және тобық алды фасция астылық қалта. То есть негізі осы 4-еу. Ал қалғандар бар, ол анау бұлшықеттердің, сіңірлердің, сол сіңірлерді жаңағыдай майлап отыратын, әртүрлі сол бұлшықет пен сіңірге қатысты сөмкелер. Оны жалпы мен көрдім бір кітапта, тек қана осы 4-еуін ғана айтады, ал қалғандарын жалпы сол бұлшықет пен сіңірдің жаңағыдай меншікті сөмкелер деп айта салады екен. Бірақ мына 4-еу ең маңызды осы 4-еу. Түсінікті? Сол себебі біз қазір тек осы 4-еуін ғана айтамыз. Кеттік. Бірінші тобық үстілік қалта. Бурса супра пателлярис. Енді әрине ол атылыстан көрінбейді. Оны сіздер уже кәдімгі кітаптан көрсетесіздер мұны. Тобық үстілік қалта деген сөз мұны. Мысалы, тобық болатын болса, соның үсті мұны. То есть тобық үсті деген сөз мына жер. Енді қараңыздар, не көріп тұрмыз? Бурса супра пателлярис мұны. Мына жер. То есть сөмке дегенде, сөмке деп отырмыз кәдімгі буын капсуласының жалғасқан қуысы ғой, дополнительный қуыс тағы. Сол қуыстың ішінде жаңағыдай әртүрлі сұйықтар орналасып, не істейді? Олар мысалы сіңірлердің, басқа нелердің қосымша жаңағыдай үйкелісін азайтады екен. Міне, мынау тұрған кеңістік толыққанды бұл не? Бұл фасцис, то есть бурса супра пателлярис, яғни тобық үстілік қалта. Екінші қалтаның түрі ол не? Тобық астылық терең қалта, бурса инфра пателлярис профунда. Яғни мына жер. Бурса инфра пателлярис профунда. То есть тобық үстілік деген сөз мына жер, тобық астылық деген сөз мынау аймақ. То есть мына көріп тұрмыз, қап-қара кеңістік. Енді суретті өзі онша емес болып қалыпты, айып етпеңіздер. Осы бізде тобық астылық терең қалта болып саналады екен. Енді бұлар қандайлар? Бұлар қандай бурсалар, қалталар болып саналады екен? Именно буын қуысымен байланысады. Мына, мынау. Шатасып кете бердім ғой. Мынау өзі буын қуысы болатын болса, сонымен тікелей не істеп жатыр? Байланыс жатыр екен. Мынау көріп тұрғандарыңыз плика алярис деген сөз. Бұны қазір қарасаңыз, бұл қатпар бар. Бұл қатпар бар нормада болады. То есть буын капсуласының ішін не только сұйықтық, сонымен қоса қатпар бар толтырып отырады екен, ішін барлығын. Енді если мынаны біз как бы
есепке алмайтын болсақ, не істеп жатыр? Кәдімгідей бір-бірімен жалғасып кетіп жатыр екен. Осылай екі түрлі буын капсуласымен жалғасатын негізгі бурса бар, яғни сөмкелер бар екен. Енді буын қуысымен байланыспайтын, жалғаспайтын екі түрлі бурса бар. Ол тобық алды тері астық қалта және тобық алды фасса астық қалта. Ол екеуі де міне мынау тобық болатын болса, то есть тізе тобығы, иә, вот соның алдына орналасады. Көріп тұрмыз ғой? Вот мынау кішкентай ғана жіңішке қуыс, вот осы жер жаңағы екі түрлі сөмке орналасатын жер. Бірақ бір кітаптарда ол екеуін көрсетпейді, тек қана біреуін көрсетеді. Жаңа айтқан субкутанея препателярис, то есть тері астылық қана қалтаны көрсетеді. Ал кейбір кітаптарда осы екеуін, то есть мынау тері астылық болатын болса, оның жоғары жағында примерно мына жерде жаңа фасса астылық қалта орналасады екен. То есть сіздер айтасыздар, главное осы жерде сол екі түрлі қалта орналасады деп. Түсінікті? И ең соңғы қарастыратынымыз ол не? Майлы және синовиальді қатпар бар. То есть негізгі қатпар ол қанат тәрізді қатпар болып саналады. Плика алярис, және тобық астық синовиальді қатпар. Плика синовиалис инфрапателярис. Вот мынау көріп тұрғанымыз плика алярис, то есть қанат тәрізді қатпар. Көріп тұрсыз, сәл өзі сәл қанатқа ұқсас, шалпақтау. Ал мынау жіңішке жағы ол не? Плика синовиалис инфрапателярис, то есть жаңағы жіңішкелі болып келетін синовиальді тобық астық жаңа не қатпар болып саналады. Бұл қатпарлардың бас қызметі просто буын ішін толтырып отыратын заттар болып саналады. Енді бұлар уақыт өте келе майлы қатпарға айналып кетуі мүмкін. То есть екі түрлі қатпар бар, синовиаль және де майлы. Мына жерде синовиальді бүрлер деген сөз, вили синовиаль, солар да тура осы аймақта орналасады, бірақ бұл жерде ол көрсетілмеген екен. Енді сіздер айтасыздар, негізінен үш түрлі қатпар кездеседі, то есть үш түрлі қатпардың бөліктері: ол қанат тәрізді қатпар, ол тобық астылық синовиальді қатпар және де не синовиальді бүрлер орналасады. Бірақ мына жерде бүрлер көрсетілмеген. Түсінікті? Ал мына жерде жалпы көрсеңіздер болады, сол лигамента кругиатум антериор, мынау артына постериор, яғни крест тәрізді орналасады, мына жерде барлығы көрсетілген. Ал мынау уже бұлшықеттер. Бұл бұлшықеттердің барлығын біз миология тақырыбында қарастырамыз, ал мына артерия веналарды келесі ангиология бөлімдерінде тереңірек қарастыратын боламыз. Осымен, құрметті достар, құрметті студенттер, назарларыңызға көп-көп рахмет. Біз дәл қазір тізе буынын толыққанды аяқтап, ішіндегі негізгі фиксациялаушы аппаратын, қосымша аппаратын, қозғалыс түрлерін барын қарастырдық. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесіде көріскенше.